Уақытша неке. Екінші бөлім. Шешесі Күнтайдан жұққан тым тәуір ісмерлігі бар еді. Күлшат сол әкелгендерінің бәрін сөгіп, қайта пішіп, содан өзіне сырт киім тікті. Тым тәуір, тал бойына құйып қойғандай жараса кеткені. Сол киімдеріне қызықпаған адам жоқ шығар. Қызықпағанда ше, қолы ұзын, қалталы біреулері болмаса, сол уақыттағы кез келген қыз-келіншектің түсіне де кірмейтін қымбат дүниелер ғой. Бұның арығын білдірмей сыртқа жүнін қомпайтқан бөрі екенін кім білсін. Қала ауыл емес, іздеген жанға қосымша жұмыс көп. Күлшат іштей есектің артын жуда мал тап деп өз-өзіне бұйыратында кез келген іске белін буынып, жеңін түрініп кірісіп кете беруші еді. Жиіркенбей, ауырсынбай, қиналмай. Кей-кейде шаршап кеткенде осы інілерімнің өз қолдары өз ауыздарына жетсе, содан басқа арманым жоқ дейтін еді. Енді Құдайға шүкір, қасында қалғаны тек әкесінің соңғы оғы кенже інісі. Ол да қазір студент. Таяуда ауылдан шешесі хабарласты. Бұл шешесіне Күнеке деуге көшкелі де біраз уақыт болған еді. Бұрынғыдай бажырайтып атын айтпайтын болды. Ойпырмай, жайшылық па Күнеке, не болды? Мен телефон соқпасам, өзің хабарласпаушы едің ғой, деді ішкі уайымын жасыра алмай. Шешесінің орынсыз мазалап, жиі-жиі телефон шалмайтыны да рас еді. Қызы емес, арқа сүйер бауыры сияқты, оған әбден сеніп кеткен ғой. Сөзді неден бастарын білмей сәл тосылып тұрып қалған Күнтай. Аманшылық, аманшылық, тентек қыз жай бір ақылдасатын шаруа бар еді, деді сасқалақтап. Айта бер құлағым сенде, Күнеке. Айтқанда не ғой, әлгі анау деп күмілжи берді. Күмілжімей айтсаңшы, әлгі Мұратжан үйленемін дейді. Мұратжан дегені үйдегі ұлдардың үлкені еді. Үйленсе үйленсін, жасы 25-тен асқан жоқ па оның? Жас емес қой. Ол түгілі анау сүт кенжеңге ерік берсем қазір үйленетін түрі бар. Тек менен қорыққанынан жүрау деймін. Шашын сипалап айна алдынан кетпейді. Телефонына да тыным жоқ. Солай ғой. Бірақ деп тосылып тұрды. Не бірақ, айтсаңшы енді деген сөзден кейін жұрт сөз қылатын көрінеді. Үйінде күйеуге шықпай отырып қалған апасы бар деп. Інілерінің бетіне сол шіркеу болып жүр. Қызық екен, елдің бізде не шаруасы бар? Жұрттың сөзін қайтесің? Бұл бұрқан-талқан ал кеп ашулансын. Жарайды, ашуланбашы. Жұрт айтты демесең, олардың да сөзінің жөні бар сияқты. Сенен жаман қыздар байға тиіп, бала сүйіп, ахар-шахар үй боп отыр ғой. Сен кімнен кемсің? Тіфә, тіл аузым тасқа. Білім десең білімің, қызмет десең қызметің дей берген кезде Күлшат телефон тұтқасын тарс еткізіп стол үстіне тастай салды. Көзін бір нүктеге қадаған қалпында тас мүсін құсап, тапжылмастан ұзақ отырды. Іші алай-дүлей, япырау, сонда бұл қалай болғаны? Бұның күйеуге шықпағаны өзінен кейінгі інілерінің бетіне шіркеу болар деп бұрын соңды ойлап па? Біреу жұдырықтай жүрегін парша-парша тіліп, арасына тұз себелегендей шыбын жаны шырқырап кетті. Осындай бауырмал, қамқор апасы бар, қандай бақытты жігіт деп жұрт қайта бұлардың сыртынан қызығатын шығар деп ойлап жүрсе, неткен аңғалдық. Әйтпесе, бұдан 5-6 жыл бұрын жүрегін қолына ұстап, бұның ізінен жүгіріп жүргендер жыртылып айырылатын еді ғой. Ал қазір солардың маңында кім қалды өзі? Бәрі де шетінен үйленіп, үйлі баранды боп кеткен. Анда-санда бұның жұмыс орнына іздеп кеп, аман саулығын біліп кететін ұшқыш жігітше. Былайынша көрер көзге тым жақсы азамат сияқты. Бұрын бір әйел тастағаны болмаса. Екі иығына екі кісі мінгендей, баламыз болмағасын ажырастық деген. Рас өтірігін бір Аллам білер. Соған тиіп алсам қайтеді? Қой, ол болмайды. Оған тисе
жұрт ешкімді менсінбей жүріп ақыры қатын тастаған біреуге барды деп тағы пышыр өсек болар. Одан басқа бойдақ жігіттерден кім қалды өзі? Гүлшат басын қанша қатырғанмен есіне түсіре алмады. Айтпақшы, анау жүдеу өңді орта бойлы жігіт тергеуші ме еді, адвокат пе еді, кім еді өзі? Жарайды, мамандығын қайтеді. Анда-санда іздеп кеп жүретін. Қашан, қалай танысқандары да есінде жоқ еді. Кезінде дұрыстап мән бермегесін ұмытып та қалыпты. Әлде соған тисем бе екен деп, дәм тұзым жараспаса ажырасып кетермін. Әйтеуір отырып қалған кәрі қыз дегеннен гөрі сол дұрыс болар. Ажырасып байдан қайтып келу дегенге қазір жұрттың көзі үйренген жоқ па? Сол арық жігіт қазір қайда жүр екен өзі? Талай рет келгенде мені жоқ деңдер деп тілдеспей тығылып қалғаны тағы бар. Келдің-ау, кеттің-ау деп бұл өзі онша елемегесін, ол да таяғын сырттан салуға көшкен бе? Бұл өз ойымен отырып есіктің тықылдағанын естімей қалыпты. Гүлшат апа, сізге келіп тұр, деді інісі, иегімен есікті нұсқап. Кім? деп сұраған еді. Кім болушы еді? Баяғы Әділбек қой. Інісінің келген адамды жақтырмағаны немқұрайлы сөзі мен тыржың ете қалған түрінен ақ көрініп тұр. Қызғанғаны ма, әлде Гүлшаттың өзі оң қабақ бермей жүргесін, ол да соның ыңғайымен айта салды ма, кім білсін. Немене, Әділбек сенің құрдасың беді? Аға деп неге айтпайсың? Оның тап саған жасаған жамандығы жоқ еді ғой, деп інісіне қатаң ескерту жасады да, Гүлшат орнынан тұрып ұзын дәлізге беттеді. Ол екі иығынан ентіге демалып тұр. Жоғары қабатқа жүгіріп шыққаннан саума өзі. Сәлем Гүлшат, сыртта машина күтіп тұр еді. Бол, тез шық деді де, бұның жауабын күтпестен дереу төмен қарай асығыс түсіп кетті. Түкке түсінсе бұйырмасын. Гүлшат та іле-шала сыртқа шықты. Тап осы жігіт күні кеше амандық жоқ, саулық жоқ, шық-шықтың астына алып бұйыра сөйлесе, бүйтіп ізіне ермек түгілі есігінен қаратпай қуып жіберер еді. Амал жоқ, уақытша болса да күйеуге шығатын біреу керек. Не істеймін деп басы қатып отырғанда Құдай айдап өзі келді. Енді оны қайдан кеудесінен итере қойсын. Әділбек шақыруын шақырғанымен бұны сыртқа шығар деп мүлде күтпесе керек. Сәл абдырап қалды.